Ал қайырлы кеш, саламатсыздар ма? Біз өзіміздің тегін мастер-класста туризмге байланысты сабақтарды бастайық. Ә, Бізде бір 40 минуттай уақыт бар. Сол уақыттың ішінде пайдалы ақпараттардың барлығын айтып үлгеремін деп ойлаймын. Біріншіден өзімді таныстырып кетейін. Менің есімім Аман. Мен осы туризм саласында жұмыс істеп жүргеніме 3 жылдан аса уақыт өтті. Қазіргі уақытта біз Дубай бағытына, Біріккен Араб Әмірліктеріне, сосын Таиландқа және Түркияға авторлық турлар жасап, содан табыс тауып жатырмыз. Жалпы осы уақытқа дейін мен 20-ға шақты турагенттерді оқыттым. Өзім Акмотур турагентствосын орнынан көтеріп, жоқтан бар жасап, былай айтқан кезде анау Дубайға біздің алдымызда орыстар таситын көбіне, жаңағы барған қазақтардың көбісі орыстармен қыдыратын да, сөйтіп қымбатшылыққа үнемі ұрынып отыратын. Соны біз өзіміздің авторлық турды құрастырып, қазір сол авторлық турға байланысты не жасап шықтық. Арнайы программамыз бар. Қазір Инстаграмда өздеріңіз білетіндей Дубай авторлық тур дейді ғой. Дубай авторлық тур, Дубайға Абу-Даби, Дубай деген авторлық турлар жасайтындардың сіздер көріп жүрген Инстаграмнан, ТикТоктан біразы менің оқушыларым болып келеді. Олар қазір жоқтан бар жасап, осы нені пайдаланып, білімді Дубай турларын, авторлық турларын жасап, қазіргі таңда өздерінің табысын тауып жатыр. Ал енді жаңағы мен өзімді таныстырдым. Енді жалпы бұл сабақта, кішігірім сабағымызда қандай білім аластырық, соны қысқаша айтып кетейін. Біріншіден, бұл сізге мысалы басқалар сататын сондай бір сабақтарды мен осы жерде тегін айтатын боламын, түсіндіретін боламын да енді. Себебі бірінші туризмге біреулер жаңа ақшасын алады да келеді. Өзімнің кезімде сондай болған, келесің, ақшаңды алып келеді, кейін түсінбейсің бұл жерде не болып жатыр, кім болып, қалай жасау керек деген сияқты. Енді пысық сондай бір адамдар болады алып кететін. Бірақ көбіне адамдар қателік жіберіп жатады. Мысалға отель таңдаудан деген сияқты, жалпы бұл жерден алатын біліміңіз сіздің ешқандай мысалы ештеңені сатып алмай, қысқаша түрде туризм саласы қалай жұмыс жасайды, осыны сіз тегін алатын боласыз. Ал енді сыйлықтарға байланысты бізде прямой эфирлерге қатысқан және осы мастер-класстарда өзін көрсеткен адамдарға біз Түркияның 3 қаласы Памуккале, Каппадокия, Анталия, осы жерлерге арнайы міне жазылып та қойды, осындай сертификаттар береміз. Бұл сертификаттар сізге 8 күн бойы Түркияда қыдыруға мүмкіндік беретін болады. Бұны біз Сарайби деген компаниямен келісімшартқа отырып, өзім сонымен бірге жасап шыққанмын. Яғни сізбен бірге гид болады деген сіздің тағысындағылар, осындай сыйлықтар болатын болады. Жалпы туризм туралы білмей тұрып, оны жай сырттан көріп, жұрттың бәрі істеп жүр ғой, мен де істеймін ғой деп келе сал, ол қателік болады. Себебі бұл жерге үлкен білім керек. Тіл білмесең де бола береді дейді. Иә, бола береді, бірақ тіл білмесең де сен структураларын білуің керексің. Хотя бы фишкаларын, өзіңнің жасайтын жұмысыңды білу керексің да. Туризм деген не десеңіз, ол адамдардың қыдыруы. Ал туризм бизнесі не десеңіз, ол бір адамның бірнеше адамдарды шетелде алып жүре алуы. Яғни біздер турагент болып саналамыз. Туризм саласының бірнеше бөлімнен құралады. Біріншісі ол туроператорлар. Олар тікелей жаңағы үлкен компаниялармен жұмыс жасайды, шетелмен. Сол туроператорлардан кейін тұратын біз турагенттер боламыз. Одан кейін ары қарай уже қабылдаушы жақ, отель, авиабилет, өздеріңіз білетіндей страховка, туркод деген нәрселер болады. Осының барлығы бірігіп, бір блокқа бірігіп, яғни туризм болады. Яғни кезінде әркім өзінің қалағанынша не жасаған, туризм жасағанда, мысалы билет сатып алады, отель алады да сонымен кете береді. Бірақ ол көбіне өзі зерттеу керек болады. Зерттеп, қай жерге барсам болады, мына жерде не істеймін, ақшасы қандай, біздің ақшаға шаққанда қандай деген сияқты сондай бір қиындықтарға ұшырап жататын. Ал қазіргі уақытта ақпараттар ашық болса да, интернет толған ақпарат болса да, өзім қанша рет Дубайға барып келдім, мысалға Таиландқа барып келдім.
сол жерде адасып жүрген өзіміздің қазақтың ағайындары өте көп, туристер өте көп. Өте қымбат бағаға сатып алған және оны барғаннан кейін еш жерді көрмей тек қана сол бір отелінде жатып, бассейнде түсіп, демалып, может, пляжға баратын шығар, болды, одан кейін қайтып кеткен. Яғни достопримечательность, керемет жерлерінің барлығын көрсетпеген, жай барады да қайтады яғни. Енді біз сол ақшаға, сол туристің сондай төлеген ақшасына біз толықтай өзіміз қасында еріп жүріп, туристке көрсететін боламыз. Қай жерде не бар? Мысалы, Араб әмірліктерінде 15-ке жуық локация бар, сол локацияларды қолымызбен ертіп жүріп, өзіміздің машиналарымызды алып жүріп көрсетеміз. Соның арқасында өзіміздің табыстарымызды табамыз. Жалпы бұл жерде табыстың бірнеше түрі бар. Бірінші түрі ол сіз өз турагентство ашасыз да, сосын сіз туристерге тур жасап бересіз. Яғни олардың отелін, авиабилетін, жаңағы страховкасын, не страховка ауырып қалса, сосын тур кодын осыларын жасап бересіз. Сөйтіп туристті жібересіз де өзіңіз осы Қазақстанда отырған жеріңізден интернет арқылы, әлеуметтік желі арқылы сатып табыс таба бересіз. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы бар, ол авторлық турлар қазіргі. Ол кез келген мемлекеттерге, мысалы Дубайға немесе Таиландқа, Түркияға сіз өзіңізбен бірге 10 шақты адамды жинап алып, яғни қыдырғысы келетін, бірақ ол жақтан дұрыс ақпарат білмейтін, ол жақ туралы адамдар жинап алып, сол жерге барып, сол жердің керемет қыдыруға стоит жерлерін көретін боласыз, көрсететін боласыз. Аралап жүріп кәдімгідей. Олар адаспайды, өйткені сіз алдын ала маршрут құрасыз, олардың отельдерін реттейсіз. Отельде мысалға ағылшын тілінде сөйлейді ғой. Қарапайым халат керек болса, домашний керек болса, оны да сіз мысалы тауып бересіз, көмектесесіз, және олар ешқандай қиындық көрмейтін болады. Өйткені себебі сіздің туристеріңіз қыдыратын кезде машинасы алдына келіп тұрады, және сонымен сіз алып барып қыдырып жүре бересіз. Енді бұл қысқаша айтқан кезде авторлық тур екінші жолы. Үшінші жолы әрине қазір өздеріңіз көріп отқандай обучениемен айналысуға болады. Туризмнің обучениесін жасап, мықты меңгергеннен кейін, бірнеше этаптан өткеннен кейін уже сізде обучение жүргізсеңіз болады. Обучение жүргізетін адамдар өте қатты керек туризмде, өйткені себебі көп адамдар дұрыс емес қате нәрселерді үйретеді ақша үшін. Олай жасауға болмайды. Барлығы білімді, білікті болып жасағандары дұрыс болады. Енді неліктен туризм бизнесі не кіру керек сол деген сұрақ болады. Сол сұраққа мен жауап бере кетейін. Туризм бизнесі бұл біріншіден таза жұмыс. Ешқандай сіз бір зат тасымайсыз, немесе қиын бір есептерді шығарып жүрмейсіз, қиын проблемаларды шешіп жүрмейсіз. Бұл дайын осы жерден өзі келген клиентті оның барғысы келетін жеріне, Дубайға мысалы авторлық турда алып барып қыдыртып келесіз. Сол екі ортада сіздің істеген қызметіңізге өзіңіздің жаңағы табысыңызды алып отыратын боласыз. Енді табыс қалай болады дегенде, мысалы 10 шақты адамды алып баратын болсаңыз, сізге жобамен 800 мың немесе 1 миллион теңгедей табыс қалатын болады авторлық турда. Жалпы бұның барлығын көп адамдар біліп жүр. Осындай жақсы табыс болады екен, осындай табуға болады, жасауға болады деген нәрсені біліп жүр ғой. Бірақ основной ниеттен басталады бұл бизнес. Жалпы кез келген бизнес ниеттен басталады. Егер сіздің ниетіңіз дұрыс болатын болса, онда кез келген бизнес тап кетесіз, соның ішінде туризмді де алып кететін боласыз. Яғни сіз бұл туризмге келген кезде бұл жерге уақытша келіп, 1-2 миллион теңге ақшамды жасаймын, сосын кете беремін, басқа нәрсе ашып кетемін дейтін болсаңыз, ол сізге бұл туризм жемісі бермейді. Бұл туризмде мынандай нәрсе болады. Әрбір туристке, әрбір саяхатшыға жағдай жасаймын деп, және сол арқылы солардың рахметін алу арқылы табысымды табамын деп ниеттеніп келетін болсаңыз, бұл бизнес әрине дөңгелейтін болады. Өйткені оны сіз жақсы көретін боласыз. Сіз шетелде өзіңіз қыдырып жүресіз, және шетелге шыққысы келетін адамдардың арманын орындайтын боласыз. Одан кейін келесі бағытымыз біздің қысқа айта кетейін, бизнесті бастаудағы қорқыныш. Адам таппай қалсам қайтемін, главный. Бизнесті бастап, мысалға, ешкім менен тура алмай қойса қайтемін, маған кім сенеді деген сияқты сұрақтар, қорқыныштар болады. Мен сіздерге айтайын, мен вообще мамандығым
актер, режиссер, өнер жағындағы адаммын. Болғанмын осыдан 4 жыл бұрын. Қазір 3 жыл болды жұмыс жасап жатырмыз осы туризмде. Мен де көп нәрсені білмедім. Мен де ата-аналарымыз да соларды жіберетінбіз. Сол кезде тек қана зерттеп, былай шет біз кейін оқып, осы туризмді бастап, заңды түрде лицензиямен бәрін бастағаннан кейін уже іздене келе бұл бизнестің дұрыс жағын, маған пайдалы жақтарын көп қазып зерттегеннен кейін өзіме пайдалы бизнес етіп жасап алдым. Қорқыныштардың барлығы кетті. Мен ойлайтынмын, шетелге барсаң, олар өздерін жоғары санайды. Енді ауылдан шықпағанның ақылы ауласынан аспайды дейді ғой, сол сияқты. Қиын болатын шығар, түсінбейтін шығар, немесе бір қысым көрсететін шығар деген сондай бір ойлар болатын. Енді қыдырып барып келген кезде саған ешкім тиісе қоймайды ғой деп ойлаймын да. Ал егер сен ұйымдастырушы болсаң, сол жақта бизнес жасап жүрсең, ол қалай болады деген. Осы нәрселердің барлығын өттік, және Аллаға шүкір деп айтамын, көптеген қиындықтардан өтіп, қиындықтарды жеңіп, қаншама туристердің алғысын алып жүрген жайымыз бар. Енді бұл туризм өздеріңіз білетіндей бірнеше бөліктерден тұрады. Бірінші бөлігіміз ол әрине отель. Отель қонақ үй. Қонақ үйді сіз таңдай білуіңіз керексіз. Мысалға, осы жерден сіз жіберетін болсаңыз клиенттерді, сіз алдын ала әлеуметтік желіден, ютубтан, тағы басқа жерлерден кәдімгідей жұмыс жасап, ол отельдің отзывын алып зерттейтін боласыз. Зерттегеннен кейін барып ол жерге барған адамдардың видеоларын қарайтын боласыз. Сөйтіп өзіңізге бірнеше отельдерді жинап аласыз. Мысалы, Дубайдан 10 шақты отельді жинап, еселеп, реттеп алғаннан кейін, одан кейін олардың жаңа ішіп жейтін тамақтары бар. Көбіне бізде шетелге шығатындар на базе завтрака дейді, таңғы аспен алады. Сол таңғы асты қосып беретін боласыз, яғни отельге. Одан кейінгі келетін нәрсе әрине ол ең қымбаты бізде авиабилет. Авиабилеттің бірнеше авиакомпаниялар бар. Оның барлығынан бар билеттерді ала берілмейді. Біз блокпен жасаймыз. Біздің арнайы туроператормен келісім шарттарымыз бар. Сол келісім шарттар арқылы аламыз. Ал егер ондай туроператормен келісім шартыңыз болмаса, онда сізге придется жаңағы букингке жазсаңыздар болады. Сосын қандай Agoda деген сайттар бар, Astrovok деген сайттар бар. Сондай сайттардан отельді жалдап, одан кейін жаңағы авиасейлс, қалай тағы да, авиата, Freedom Travel дейді, көптеген авиакомпаниялардың сайттарынан авиалиния билетін сатып алуыңыз керек болады. Одан кейін отельді сатып аласың, авиалинияны сатып алғаннан кейін, одан кейін сіз әрбір жаңағы страховой компания, сақтандыру компаниялары бар, Халық банкте бар, Каспийде бар, тағы басқалар. Солардың ішінен сақтандыруды сіз жасауыңыз керек әрбір туристке. Себебі шетелге барған кезде сақтандырусыз баруған дұрыс емес. Адам ауырып қалады, адам болғаннан кейін кішкене қиналып қалуы мүмкін, жөтеліп қалуы мүмкін деген сияқты ше, тұмау жұқтыруы мүмкін, тағы. Сондай кезде немесе аяғын жаңағы ауыртып алуы мүмкін, қолын ауырып алуы мүмкін. Сол кезде медициналық көмек керек болады. Соны ол шетелде сіз алатын болсаңыз өте қымбат бағаға сатып аласыз. Және вряд ли олар сіздің страховой полисіңіз жоқ болғандықтан сіз оларға даулай алмайсыз, ақша төлегеніңізді дәлелдей алмайсыз. Сол себептен олар қиындау көмектеседі. Сіздің туристіңізге өте қымбатқа шығып кетеді. Ал страховканы біз мысалы 10-15 мың теңгенің жобасына сатып аламыз әр адамға. Ол жерде 10 мың долларға покрытие жасап отырады. Яғни 10 мың долларға дейін шығын болатын болса, страховка оны покрывать етіп береді. Қазіргі таңда қай елдерге тиімді авторлық турлар жасалып жатыр деген сұрақ болады. Бұл өздеріңіз білетін Дубай, бұл Акматур компаниясының біздің айтқанда жирный товарымыз авторлық турлар Дубайға. Дубай өзі 7 эмираттан тұрады. Сол эмираттарға әркімнің қалауына байланысты турлар жасап береміз. Жай турлар, біз бармайтын турларда туристер барып демалып келеді. Біз оларды сопровождение жасап отырамыз. Өзіміз ол жерлерде болғандықтан біз қазір турист қасында жүргенде ақпарат бере алатын боламыз. Болғанбыз да қазір.
кәдімгідей туристің өзінің қасында жүргендей ақпарат беріп отырамыз, былай жүр дегендей. Ал авторлық турда болатын болса, онда турист ешқандай уайымдамаса болады, өйткені себебі біздің ол жақта да гидтеріміз бар, өзіміз де барсақ болады, алып жүріп жаңа шық деген уақытта шықса болды, қалған трансфер, машина, жаңа баратын локациялар, ішетін тамақтар, оның барлығын қолмен қойғандай реттеп қойып отырамыз авторлық турда. Егер сіз авторлық турмен туроператорсыз айналысатын болсаңыз, мен того не советую дейді ғой, кеңес бермеймін. Сіз бірақ өзіңіз баруыңыз керек болады, авиабилеттен сол жақта жатып, сол жақта зерттеп келуіңіз керек болады. Және егер сіз жаңа өзіңіз баратын болсаңыз, карта арқылы, интернет арқылы, сондай әлеуметтік желідегі видеолар арқылы сөйтіп іздейтін боласыз. Ал бізбен баратын болсаңыз, біз уже сіз іздеп жүрген жерлерді беске білеміз, сол жерге апарып келе беретін боламыз. Жалпы авиабилеттерді алатын платформалар бұл авиакомпаниялардың және авиакомпанияларды жарнамалайтын сайттардың сайт платформаларынан алсаңыз болады. Арзан билетті алатын лайфхактар сразу айтып кетейін. Арзан билетті алу үшін сіз туда-обратно деп шығады ғой, әрбір сайттарда. Туда-обратно егер алатын болсаңыз, сізге қымбатқа шығып кетеді. Сіз бірінші туда, сол жаққа баратын билетті алуыңыз керек. Алардың алдында сіз число таңдауыңыз керек. Қай числода арзан билеттер шығып тұр дегендей. Сол числоны таңдағаннан кейін, соны сатып алып, одан кейін қайтатын числоны іздейсіз. Сол қай число ең арзан шығады және қай авиалиния арзан алып айтып тұр, соны сатып аласыз, яғни туроператор сіз жеке істеген кезіңізде. Сонда сізде выгодно болады. Бұл бір лайфхак. Бұл жерде сіз примерно 50-70 мың теңгедей жаңағыдай скидка жасай аласыз өзіңізге, процент пайдалы болады авиалиниялардан алу. Сақтандыру туралы айттым, яғни ол қазір бәр нәрсе сақтандыру бітті, машинеде сақтандыру, үйде сақтандыру, мына офисте сақтандыру ол міндетті түрде. Одан кейін мысалы әрбір клиент келген кезде ол клиентке дұрыс түсіндіре білу турдың мысалы бағасы қалыптасады ғой. Біз мысалы Дубайға қазір 350 мың бір адамға тур пакет деп жатырмыз, сосын экскурсиясына 150 мың теңге деп ше. Оның барлығы аспаннан алынған баға емес, оның барлығын кәдімгідей реттеп, біз уже тексеріп, отельдердің бағасын біліп, одан кейін біздің трансферлерге кететін шығындарды бәрін есептеп, одан кейін қойған бағаларымыз. Біз қоямыз және біз сияқты адамдар сөйтіп қояды. Біреулер арзан шығарады, біреулер қымбат шығарады, және бұл жерде алаяқтарда жұмыс жасайды. Ал барлық жерде бар ғой ондайлар. Олар арзан турды предлагать етіп, адамдарды кішкене алдайтыны бар. Сондайдың алдын алу үшін авторский турмен баруды біз кеңес береміз, дұрыстап түсіндіреміз. Мына бағаға алыңыз. Егер сіз басқа сайттан қарасаңыз, бұл бағадан қымбат шығады деп түсіндіріп айтамыз да. Сосын сізді алып баратын мамандар, олар қандай адамдар, оны инстаграмына қараңыз, оны актуальныйына қараңыз, оны рилстарына қараңыз. Ол шынымен барып жүрген адам ба, шынымен көріп жүрген адам ба, осы нәрсені бәрін зерттеңіз деп түсіндіріп айтатын боламыз. Енді туркод деген нәрсе бар, туристический код. Бұл туристический код бізде Қамқор деген ұйым бар, сол ұйым арқылы алынады. Бұл яғни турист бір қиын жағдайға түскен кезде, я стихийный бедствие дейді ғой, жаңағы табиғи апат, немесе жаңа кешегі Израиль мен Иран бомбылаған кезде туристеріміздің біраз қалып кетті. Сол кездерде осы туркодпен, туристический кодпен, Қамқормен барған адамдар, туристеріміз, біздің туристерімізге консульстводан, генеральный консульство Қазақстан дейді, Қазақстанның генеральный консульствосының көмек жететін болады, яғни елге алып келуге көмектесетін болады. Көп туристер сол жақта қалып кетіп, 2-3 апталап жатып, өздерінің мына жақтан ақша салдырып қиналып қалып, бірақ біз өз туристерімізді 3 күн жақсы отельдерге жатқызды. Консулға рахмет, туркод болғандықтан сөйтіп елге қайтарды. Олар бізге келіп, рахметін айтып, басқалар қалып кетті, біз келдік деп сондай рахметтерін айтқан туристеріміз болды. Ал енді сізге керегі основной жаңағы туризмде бизнес жоспар. Бизнес жоспарды қазір YouTube-та ашсаңыз да, Instagram, TikTok-та ашсаңыз да ақылдылар өте көп, бірақ олардың барлығы жұмыс жасап, олардың барлығы табыс тауып жатыр дегенге сенуге болмайды. Өйткені себебі қазір көшірме контенттер өте көп, бір жерден көріп алады да, көшіреді, сөйтіп одан кейін барып сұрап жүреді. Менің өзімнен талай рет сұраған, алдымен туристті алып кетіп қалғанда шетелге,
шетелге барып алып, одан кейін мынандай бір проблема болды, көмектесіп жіберіңізші, мен сізге ақшасын төлеймін деген сияқты осындай сондай турагенттер бар. Сондай турагенттердің бірі болып қалмау үшін сіз алдын ала полностью зерттеп өз өзіңізге сенім қалыптастырып алуыңыз керек. Сол кезде сізде бизнес жоспар деген нәрсе негізі жарты-ақ парақ А4-дің жартысына ғана жазылады, но ол жерге керек нәрселер жазылады, сізге қажетті нәрселер жазылады. Біреулер алады да бизнес жоспар деп жаңағы 3-4 парақ 5-6 парақ бірдеңелерді жазады, ол орындалмайтын нәрселер. Сізге самый главный бизнес жоспарды жасау керек болады. Мен сізге алдында айтып кеткен ақпараттардың барлығын қағазға тізіп жазып, солар бойынша жұмыс жасасаңыз ешқандай қателеспейсіз. Енді турагент деген бар, одан бөлек субагент деген де бар, яғни субтурагент. Субтурагент дегенде ол құжаты жоқ. Турагент ол клиенттерді жинаумен айналысады, және де біз сияқты құжаты бар турагенттерге береді. Сосын біз өзіміз олардың турларын отырғызып, реттеп, апарып, қыдыртып алып келеміз. Ал субагент өзінің 5000 теңгедей сондай өздерінің услугалары болады, сондай услугаларын алады. Сондай бұл қызмет жасасаңыз да болады, яғни клиенттерді тауып, маған мысалы менің компанияма хабарласып, мынандай клиенттер бар, әрқайсысына мысалы үстінен мынанша ақша деп келісім арқылы жасасаңыз да болады. Енді жарнама мәселесі, біздің жаңа видеоларымызды түсіргенсіздер бір минутта немесе 30 секунд көресіздер де өткізіп жібересіздер ғой. Негізі біз оған үлкен қатты мән береміз және үлкен жұмыстар жасаймыз ол жарнамаларға. Мысалы біздің Акматурда Ақмаралдың түсіп жүрген видеоларын көрсеңіз, былай қарасаңыз жай бір келіншек тұрып айтып жатқан сияқты да, бірақ оның үстіндегі киімі, анау камераның сыртында тұрған адам, түсіретін мобилограф, сосын ол бұл жерде емес қой, ол Дубайда мысалы ше, ол баратын билеттің өзі 200 мың теңге тұрады, қайтатын билеттің 200 мың теңге тұрады дегендей. Одан кейін сондай бір локацияларға барып, сол локацияларды түсіріп келеді, яғни бір сол жерде түсіріп келген видеоның өзі жай қыдырып жүріп барып түсірсеңіз, қыдырғанның ішіне кіріп кетеді. Ал егер арнайы видеоға баратын болсаңыз, ол сізге 400-500 мың теңгеге шығады да. Сол себептен де жарнаманы алдымен сіз жай турларды жарнамалау арқылы ақша тауып, одан кейін сол жаққа барып, контентіңізді түсіріп, Инстаграм, ТикТокқа дайындап, одан кейін келіп жұмысыңызды жасасаңыз болады. Ал қазіргі уақытта бәрі подписчик пен просмотрға қатты мән беретін уақытта көп адамдар мынандай нәрсемен шатасады. Яғни подписчигің көп болса, просмотрың көп болса, сен бизнесің дөңгелеп жатыр, күшті болып жатсың. Иә, бірақ ол барлық салада емес. Біздің мысалы туризм саласында ондай емес. Туризм саласында сіздің үлкен просмотрларыңыз үлкен клиенттер алып келмейді. Алып келеді, бірақ ол қаралым алып келеді. Турист клиент алып келмейді да. А клиентпен жұмыс жасау ол сіздің основной өзіңіздің тәжірибеңізге және сіздің наставнигіңізге байланысты, сіздің алып отқан ақыл кеңесіңізге, құрған бизнес планыңызға байланысты табыс келетін болады. Адамдар мынандай нәрселерді ойлайды, қазір мен турагентство ашсам, бәрі маған келеді, жазады, туысқандарым келеді, сөйтем де мен олардан ақшасын аламын да, отель нелерді, турпакеттерді дайындаймын да, үстінде процентін мен алып қала беремін дейді. Олай ешқашан жұмыс жасалмайды, естеріңізде болсын. Туысқандарыңыз сіздермен бармайды. 90% туысқандар жаңадан ашылған өзінің туысқанының турагентствосымен бармайды, тек қана жаны ашитын бір-екеуі баруы мүмкін. Қалғандар көзіңіздің алдында басқа опыты бар турагенттен алып кетеді. Өйткені себебі олар сіздің тур жүргізіп жүргеніңізді көрген жоқ қой. Оларды түсінуге болады. Осы жерде тағы бір айтатын нәрсе бар. Сарафанный радио, мысалға сіздің есіміңіз, допустим, Динара болатын болса, Динара турагентство ашты және деген әңгіме шығып, сол турагентствомен жұмыс жасап жатыр екен деген кезде сізге интерес пайда болып, сізден сұрай бастайды. Қалай барамыз, не істейміз, анау деп сұрай бастайды. Сол кезде сіз дұрыс ақпарат беруіңіз керек, сенімді. Бұл виралды контент құру дейді. Виралды контент құру бұл адамдарға дұрыс ақпарат беру. Яғни олар действительно қызықтыра отырып, өтірік айтып жүрмеу да, қызықтыра отырып, шын ақпараттарды бере білу. Яғни осы жөнінде сіз жұмыс жасайтын боласыз. Тек қана адамдарды
сіз турагентство ашсаңыз оның бәрі келе береді және бара береді деген нәрсе ол үлкен қате болады. Сол себептен бизнестің психологиясында, бизнестің жалпы философиясында айтылатын нәрселер, бизнестің құралдары өте дамыған болуы керек сізде. Одан кейін көбіне турагенттерге жазсаңыз сіздерге автоматически хаттар келеді. Кешіріңіздер, саламатсыз ба, осындай қош келдіңіз Акмол турға, немесе осындай біз мынандай жерге барамыз деген сияқты. Осы автоответчиктерді скриптер деп атайды. Мына жерде егер бизнеспен айналысатын адамдар болатын болса, оны жақсы біледі. Скрипт, продажа скриптов деп айтады. Және сіз дайын ақпаратты жіберіп қоясыз клиентке. Ол жазады, сізге автомат кету керек та, и одан кейін барып сұрақтары пайда болатын болса, одан кейін сізге жаңа сұрағын қойып, сұрағына жауап толық алғаннан кейін, қанағатты жауап алғаннан кейін барып сізден турпакетті сатып алатын болады. Және жалпы ары қарай кететін болсақ, келесі тақырып бізде клиент психологиясы деп аталады. Клиент психологиясы қандай? Ол клиент, ол сізбен тур алғанға дейін саудаласады. Мысалы, түсіріп беріңізші, мына скидка жасап берсеңізші, мынандай істеп беріңізші деп сізбен саудаласады. Ал когда сіз уже түсірдіңіз, басқа қылдыңыз, есебіңіз дұрыс емес болып қалып, сіз арзан сатып қоятын болсаңыз, ол клиент ешқашан сізге келіп, иә, сен маған арзан бердің ғой, давай мыналарды қысқартсаң да болады деп айтпайды. Ол клиенттің айтатын сөзі психологиясы мынандай: мен ақша төледім және мен осыны алуым керек деп тұрып алады. Сіздің өзіңіздің жаңағы неңіз, пайдаңыз аласыз ба, алмайсыз ба, оны қыстырмайды. Сол себептен алдын ала пайданы дұрыс есептеп, полностью одан кейін барып ұсыныс жасауды үйренуіңіз керек болады. Біздің және авторский курстарда бұл үйрететін боламыз. Бірақ сіз өзіңіз де жасай берсеңіз болады, ешқандай без проблем. Мен қазір мысалы көптеген өзімнің турагенттеріме, партнерларыма айтамын, бірінші оның клиенттің қалауын түсініп ал, одан кейін барып оған ұсыныс жаса деп айтып отыратын боламын. Бұл жөнінде үлкен сабақтар болады, және бұны талқылаймыз, разбор жасаймыз деген сияқты. Сөйтіп бұл өзінің нәтижесін береді. Енді эмоциональный триггерлер бар. Эмоциональный триггерлер, олар мысалға қалай айтсақ болады, бірден тиетін ұсыныстар. Сіз Дубайға барамыз дейтін болсаңыз, общий понятие, ол түсініксіз. Қайда барады Дубайға? Олар ойлайды, ана Инстаграм өзі 16-та 9 ғой, 9, иә, сондай ғой. Сол жерді ғана сондай жер қылып көреді да Дубайды. Негізі Дубай ондай емес. Дубай өте кең жер. Егер сіз турист болып барған болсаңыз, оның көп жерін көрген жоқсыз. Өйткені себебі сіз жаңағы отырған машинаңыздан көрінген видті көрдіңіз, отеліңізден көрінген видті көрдіңіз, басқа ештеңе көрген жоқсыз почти. Сол кезде сіздің ұсынатын нақты ақпараттарыңыз болу керек. Оның біреуі мысалы Бурж Халифа, бүкіл әлемдегі ең үлкен ғимарат, осының қасында барып суретке түсеміз, соның қасында тамақ жейміз деп, үлкен фонтанды көреміз деген сияқты. Осындай, егер турагенттерге жазған болсаңыздар, осындай сіздерге ақпараттар беріп жатады. Біреулер сафариге қызығады, біреулер гүлдер бағына қызығады. Яғни біздің ұсынатын 15 локациямыздың ішінде оның бәріне барғысы келіп бәрін таңдай бермейді, бірақ біз бәріне алып барамыз. Біздің табысымыз соған байланысты. Бірақ ол кісілер гүлдер бағын көруге, немесе сафариде жаңа драйв-ға, осындай нәрселерге қызығады. Яғни ол кісінің психологиясында, философиясында сізге деп айту керек, қандай нәрсе қызық Дубайда. Осындай нәрсе қызық дейтін болса, иә, осы туралы ақпаратты сіз беретін боласыз. Менде үлкен ақпараттар жатыр, әрбір локация туралы. Оны мен Дубайға өзім барған кезде клиенттердің, жаңа туристердің алдында кәдімгідей тарихын полностью айтып беретін боламын. Біздің елдерге де, жаңа турагенттерге де осы туралы оқытып үйреткенмін. Оларды өздерінің шама шарқы жеткенінше, білімдер жеткенінше, уақыттары жеткенінше айтып түсіндіріп, клиентті ырза қылып отырады, яғни туристті. Енді бұл жерде тур сатуда да барлық бизнес сияқты ұсыныс, содан кейін жаңағы қажеттілікті жабу деген нәрселер болады. Турист ол бір адам, мысалға айталық, бір оңтүстік Қазақстан, солтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан дейміз бе, шығыс Қазақстан, орталық Қазақстан, бір жерде, бір мектепте жұмыс жасайтын бір кісі. Ол кісі ұзағымен жаңағы 10 ай, 11 ай жұмыс жасап, ақша жинаған. Сол ақшасын
ол ойланып тұрады да, турист, бір iPhone сатып алсам ба екен, әлде шетелді көріп келсем бе екен деген екі вопроспен келеді. Сізге сұрақ қойған кезде ол постоянно сөйтіп айтады. Сондай ішкі сұрағы болады. Сіздерде не бар? Оның ішінде не бар? деген сұрақтың арғы бетінде менде ақша бар. Менің ақшам сол сенің беретін ұсынысың менің ақшама лайықты ма деген сұрақ тұрады да, сіз сол қажеттілікті жауап білуіңіз керексіз. Одан бөлек бұлай саудаласатыннан бөлек қымбат турлар келеді. Қымбат турлар мысалға олар айтады, біз Бурж Халифаға 10 күн жаңағы Бурж Халифаның қасындағы отельде 10 күн жатқымыз келеді. Прям көріп тұрғымыз келеді. Немесе Бурж Аль Араб 7 жұлдызды қонақ үй көрініп тұратын жерде пляждың қасында жатқымыз келеді 10 күн деп сізге сразу айтады несін. Ақшасы бар, қыдыруға уже дайын адамдар. Сіз сол кезде тапырлап не істеймін деп қалмай, как положено алдын ала дайындап отыруларыңыз керек болады. Сосын сіздің берген ақпараттарыңыз ровно болу керек, потому что турист сізге келмес бұрын Дубайға барып келген болуы мүмкін. Яғни сіздің біліміңізден оның білімі көп болуы мүмкін да. Сол себептен сіз постоянно ізденісте жүресіз, ізденесіз және әрбір қойылған сұрағына жауап бере білуіңіз керек болады. Ал енді келесі мәселе, бұл туризмде ақша өте көп, оны ала білген адамға, яғни келген адамның барлығына бере бермейді ол. Туризмде ақша көп, бірақ сіз ала білуіңіз керек. Бүкіл әлемге сізде есік ашық, сол жердің барлықтарына сіз өзіңіздің тауарларыңызды дайындап, қызметтеріңізді дайындап қоясыз. Сол дайындағаныңызға қарай сіз табысыңызды табатын боласыз. Және бұның бәрін заңдастыру керек. Қазіргі ең жеңіл түрі ол ИП, жеке кәсіпкер ашып, одан кейін оны құжаттарын реттеп, салық мәселесін реттеп, салықтан мысалға упрощенка, общеустановленный, патент деген нәрселер бар. Бұның барлығын білуіңіз керек. Себебі сіз келіп жатқан әрбір ақшадан мемлекетке салық кірістер бөліміне, яғни отчет беріп отыратын боласыз. Сол отчетыңызға қарай сізге ары қарай жұмыс істеуге бола ма, болмай ма, оны мемлекет шешіп отыратын болады. Көбіне бізде үйреніп қалған, жаңағы Каспийден картаға лақтырып өстіп жүре береміз. Жоқ, ол нәрсе бітті, ол заман өтті қазір. Қазір барлығы QR-мен жұмыс жасайды. Қазір барлығының чектері алынады және чектері беріледі. Жалпы ИП-мен жұмыс істеген жақсы. ТО-мен жұмыс істейтіндер де болады. Оларды енді өзінің қалағанынша жаңағы отчеттарын тапсырып отыратын болады. Бұл туралы менің жаңағы оқушыларымның барлығының отчеттары осындай мәселелерінде мен көмегімді беремін. Арнайы мамандар бар, сол мамандармен бірігіп жұмыс жасаймыз. Яғни өз бетіңізбен 5000 теңгеге отчет тапсырып беретін біреуге беріп жүре беретін болсаңыз, маман емес адамға беретін болсаңыз, жылдың аяғында годовой отчетта биыл шықпаса да ендігі жыл қателіктер шығыватса, үлкен штрафқа түсіп қалуыңыз мүмкін. Себебі сізге 10 адам келсе, 10 адамыңыз допустим 3 миллион теңге ақша береді. 3 миллион ақшаның бәрін сіздің қолыңызда қалмайды ғой, оны сіз төлейсіз, өзіңіздің қалатын пайдаңыздан салық төлейсіз деген сияқты сондай нәрселерді білуіңіз керек болады. Бұл жөнінде сіз салық туралы біліміңізді жаңартуыңыз керек. Енді ақша психологиясы дейді, жалпы бұл ақшаны басқару. Біз Құдайдан постоянно сұраймыз, Алла қанша берсең де соны ұстап тұрады, сабыр бер деп ше. Өйткені сабырсыз кезде кейде эмоциямен өте көп ақша жаратып қоямыз. Ол кейін сол ақшалар қайттан алдағы істеген жұмыстарымыздан төлеп жатамыз. Сондай кездер болды алдымызда. Қазір бірақ одан өттік. Қазір бәрі есеп, қазір бәрі анықталып, реттеліп жұмыс жасап отыр. Соның арқасында Аллаға шүкір, салоннан бірнеше рет машина алдық. Өзіміздің жаңағы үйімізді салып жатырмыз деген сияқты өзімнің отбасымда жақсы алға қарай жақсылықтар болып жатыр. Жалпы бұл мәселеде адам көп ақша керек маған, бірденен 10 миллион теңге, 15-20 миллион теңге керек деп ойламау керек. Өйткені олай ойлайтын болса, 10 миллион теңге бірденен келетін болса, сіз не істеріңізді білмей қаласыз. Егер сіз бұрыннан бері басқа бизнесте ондай ақша ұстап жүрсеңіз де, туризмде сізге ондай ақша келетін болса, сіз не істеу керек екенін білмей қаласыз. Оның барлығын есептеп, алгоритммен реттеп отыру керек. 10 миллион теңге ақша түскен кезде сіздің таза пайдаңыз
500-600 мың теңге таза болуы мүмкін, қалғандары расходтарыңызға кетіп. Осы нәрсенің бәрін беске біліп отыруыңыз керек. Ал жалпы бұл бүгінгі айтып жатқан қысқа сабағымыз тегін мастер-класс деп айттық бұны. Егер сіз туризм саласында жұмыс жасағыңыз келеді, бастағыңыз келеді және жалғыздың шаңы шықпас дейді ғой, командада жұмыс жасағыңыз келсе, яғни Акватурдың командасына жұмысқа келсе, бізбен бірге жұмыс жасап, менімен бірге тікелей жеке коучтармен әртүрлі лайфхактарды үйренгіңіз келетін болса, онда біздің есігіміз ашық әрқашан. Біз авторлық курстарды өткіземіз ақылы түрде. Оның без практики, яғни тәжірибесіз тек теориямен оқуға болады. Құжаттарын дайындау бөлімі бар. Соның бөлігі бар. Оның құны 200-250 мың теңге болады. Яғни сіздің өзіңіздің жеке турагентствоңыз болады да, сол турагентство арқылы табыс табу бастайсыз. Яғни туроператормен келісім шартыңыз болады. Осы мәселе. Бірақ оның ішіне практика кірмейді. Яғни практика дегеніміз басқа шетелге барып келіп кірмейді. Екінші біздегі тур, ол негізі құны 1 миллион теңге тұрады. Осы уақытқа дейін барлық оқушылардың барлығы 1 миллионға сатып алды. Но қазіргі уақытта кішкене скидка жасап, оны біз 800 мың теңге түсіріп отырмыз. Оның ішіне кіреді. Қазір мен сіздерге есін жазып жіберемін, сонда да айта кетейін. Оның ішіне сіздің турагентствоңызды ашудан бастап Дубайға барып практикаға үйреніп келгеніңіз және сізге құжаттарыңыздың, салықтың, туроператормен келісімшарт, отельдерді зерттеудің, контент планның, контенттің, инстаграмның, осының барлығы үйретіле келіп, қосымша Дубайға барып келген, еще оған қосымша сіздің пока аяғыңыздан тұрып кеткенше менің жеке көмегім болады. Енді менің сізге қараған кезде 3 жылдық тәжірибем бар. Менімен бірге бастаған, менен кейін бастаған турагенттердің көбісі ақыл кеңестерін алып отырады, шамам жеткенше. Платный, бесплатный основада. Енді бұл жерде 1 миллиондық сіз турды алатын болсаңыз дәл бүгін, онда сізге де осы нәрсені береміз. Енді бұл жерде біз енді скидка жасап отырмыз, 800 мың теңге. Енді ойламаңыздар, бұл бір ғана сабақ емес. Біз бұдан кейін мастер-класстарды өткізуді жалғастырамыз, өйткені сезон қазір басталды, науқан. Өткенде Ақмарал екеуміз былай айтқанда 23 адамды алып барып келдік, 23 туристі. Плюс сол жақтан тағы 2-3 турист қосылды. Яғни 25 шақты адамды алып барып келдік. Әр адамнан түсетін пайданы, мысалы, қысқаша түрде айтқан кезде сіз өзіңіз есептей беріңіз, 60-70 мың теңге ақша түседі. Енді калькуляторды алып есептесеңіз, бірақ соған жараса еңбегі бар. Сол еңбекті жасайтын болсаңыз, сонша ақша табатын боласыз. Ал енді мен мынау қысқа ғана сабақты аяқтайын. Егер сұрағыңыз болатын болса, маған жекеге WhatsApp-қа жазыңыз. Және қалай оплата жасау керек, қалай бастау керек деген туралы мен официально міне сертификаттарым тұр. Мынау Шымкент қаласындамын мен, қазір Шымкент қаласының ортасында офисім бар. Кәдімгідей осы жерден отырып мен компанияны басқарамын. Және мен бұл компаниядан басқа тағы да бизнестерім бар. Сізге өзіңіздің бизнесіңізді бастап кетуге мен максимально көмектесетін боламын. Осынша уақыт бөліп тыңдағаныңызға үлкен рахмет. Егер де сізде туризмді бастаймын деген ой болатын болса, менен бастаңыз, басқадан бастаңыз, тек білікті маманмен бастаңыз. Сізді жетелеп бастатып, кейін ақшасын алып, бірнекі нәрселерді көрсетіп, ары өзің істе дейтін маманнан аулақ жүріңіз. Сәттілік тілеймін. Туризмге қош келдіңіз. Алғашқы қадамдарыңыз құтты болсын. Мен осы сабақта айтқан нәрселердің өзін жасау арқылы сіз табыс таба аласыз. Егер де сіз ондай емес, заңды түрде как положено практикасымен жасаймын дейтін болсаңыз, онда біздің жаңа авторский турларымыздың курсын алып, менің қасыма келіп, менің алдымда бетпе-бет отырып, немесе онлайн бірге-бір осылай сөйлесіп отырып, толық білімді алғаныңыз дұрыс болады. Жалпы өміріңізге сәттілік. Кішігірім сабағымыз, ақпараттар ұнады деген ойдан. Егер ұнап жатса, сұрақтарыңыз болса, маған жеке WhatsApp-қа жаза беріңіз. Пока, чао, ахран ва сахран дейді арабтар.